Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бір қамырдан екі түрлі сметаник жасайтын боламыз. Бұл пирогтар қазіргі кезде хит болып жүрген пирогтардың бірі, және де құрамына да қатты көп шығын кетпейді. Сол үшін сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Видеоның соңына дейін қарап, сіздер де жасап көріңіздер. Ең алдымен қамырын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге ұн және де бөлме температурасында немесе холодильниктен шыққан сары май қажет болады. Және де үстінен разрахителіміздің барлығын салып, жақсылап қолымыздың көмегімен крошка жасайтын боламыз. Мен қолданып жатқан сары майдың пайызы 60%-дық сары май. Сіздер дүкендегі қалаған пайыздағы сары майды алып қолдана берсеңіздер болады. Енді бөлек ыдысымызға 2 жұмыртқамызды салып, үстінен қантымызды салып, жақсылап қантымыз ерігенше араластырып алатын боламыз. Және де менің каналымдағы жаңа оқырман болсаңыз, каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін баса кетіңіз. Алдағы уақытта сіздермен дәмді рецепттермен бөлісетін боламын. Дайын болған массамызды крошкамыздың үстінен салып, қамыр елейтін боламыз. Қамырымыз өте жұмсақ, нәзік болып шығады. Құрамында сары май болғандықтан қатты ұн салудың қажеті жоқ. Біркелкі болып басы біріккенше қолымызбен илеп алатын боламыз. Міне біздің қамырымыз дайын болып шықты, өте жұмсақ болып шығады. Енді ортасынан теңдей етіп бөліп, холодильникке пакетке салып қоятын боламыз. Ол аралықта біз ішіне салатын салмамызды дайындап аламыз. Енді таза ыдысымызға қаймағымызды салып, мендегі қаймақтың пайызы 20%-дық қаймақ, және де үстінен 2 жұмыртқамызды салып, қантымызды салып, және де кукурузный крахмалымызды салып, және де ванилин қостым. Ванилин қосу маңызды емес, кішкене дәм беру үшін осылай қосып жібердім. Және де винчиктің немесе шанышқының көмегімен жақсылап араластырып алатын боламыз. Көп араластырудың қажеті жоқ, массаларымыз бір-біріне біріккенше ғана араластырып дайындап алатын боламыз. Және де мен осындай форма қолдандым. Сіздер үйлеріңізде бар форманы қолданып, астын майлап, қамырымызды жайғастырып алатын боламыз. Сіздер оқтаудың көмегімен жайып салсаңыздар да болады. Бірақ қамырымыз өте жұмсақ болғандықтан, осылай қолымыздың көмегімен жайып шықсақ та болады. Міне осылай біркелкі қып жайып алып, астын вилканың көмегімен тесіп шығатын боламыз. Сол кезде біздің пирогтарымыз көтеріліп кетпей әдемі болып пісетін болады. Және де дайындап алған қамырымыздың үстінен сұйықтығымызды құйып, қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35-40 минуттай пісіріп алатын боламыз. Міне біздің пирогымыз пісіп шықты. Піскен осылай беті кішкене сарғайып, ортасы қатыңқыраған кезде ала берсеңіздер болады. Және де формадан бірден алмаңыздар. Барынша бөлме температурасында 1-1,5 сағаттай суытып барып, формадан шешіп дастарханға ұзатсаңыздар болады. Енді екінші шоколадный пирогымызды дайындап алатын боламыз. Осылай қамырын формамызға жақсылап жайып шығамыз. Және де салмасына бізге қаймақ, мен бұл жерде 1 жұмыртқа қолдандым. Үстінен қантымызды салып, және кукурузный крахмалымызды салып, және ванилинімізді салып, барлығын вилканың көмегімен жақсылап біркелкі болғанша араластырып аламыз. Және де үстінен микроволновкада ерітілген Қазақстан шоколадтың 50 граммдай салдым. Барынша сапалы шоколадтан қолданыңыздар. Шоколадымыз біздің салмамызға өте ерекше дәм беретін болады. Барлығын осылай жақсылап араластырып алып, үстінен какаомызды салып, оны да біркелкі болғанша араластырып аламыз.
Дайын болған сұйықтығымызды жаңа дайындап қойған қамырымыздың үстінен құйып алатын боламыз. Бұны да 180 градуста 35-40 минуттай пісіріп аламыз. Міне біздің пирогымыз пісіп шықты. Барынша бөлме температурасында суытып, сосын барып формасынан шешетін боламыз. Және де мен осылай әдемілік үшін үстіне құлпынай қойып шықтым. Және де мята жапырақтарымен әсемдедім. Осылай әсемдеп шығамыз. Және де бұл қатты маңызды емес. Сіздер тек сахарный пудрамен әсемдеп дастарханға ұзатсаңыздар да болады. Міне екінші пирогымызды да осылай әсемдеп аламыз. Және де әдемілік үшін бетіне кішкене сахарный пудрадан сеуіп жібердім. Бұл өзінің ерекше дәмін беретін болады. Егер де сіздердің пирогтарыңыз кішкене сұйықтау болып шығатын болса, холодильникке 3-4 сағатқа қойып барып кессеңіздер болады. Міне мен осылай 1,5 сағаттай көлемінде суытып кесіп тұрмын. Біздің екі пирогымызда да өте әдемі, өте нәзік болып, ауызда еритіндей болып пісіп шығады. Міндетті түрде дәл осылай сіздер де дайындап көріңіздер. Және де құрамына қатты көп қымбат заттар кетпейді. Қонақ келген кезде осылай екі пирогты пісіріп ұсынсаңыздар болады. Сіздерге видеом пайдалы болды деген ойдамын. Сіздер де жасап көріңіздер. Жасап жатсаңыздар комментария бөлімінде бөлісе кетіңіздер. Және де менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Каналдың алға қарай жылжуына өз үлестеріңізді қосып, пікірлеріңізбен бөлісе отырыңыздар. Және де төменде тұрған поделиться батырмасын басып, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздермен болған Назира.